Сәлем достар, каналға қош келдіңіздер. Видеоны соңына дейін көрсеңіздер, бұл сіздерге пайдалы кеңес болатынына 100% кепілдік беремін. Қазір сіздерге кез келген етті жұмсартудың ең оңай, ең қарапайым 8 жолын айтып өтетін боламын. Айтпақшы, арнамызға жазылып, шетінен шыққан кішкентай ғана қоңыраушаны басып қойсаңыз, болашақта шығатын тағам туралы пайдалы кеңестер мен оңай, ерекше рецептердің куәсі боласыз. Егер каналға жазылған болсаңыз, көп сөйлеп созбай, бірден іске кірісейік. Егер сіз кәрі малдың етіне, яғни сіңір, арық, сапасыз етке ұрынып қалған болсаңыз, оған бола қапаланудың қажеті жоқ. Әрине, одан майлы, жас малдың еті шықпайды. Дей тұрғанымен, ет талшықтарын жұмсартуға мүмкіндігіңіз бар. Бір деп қойыңыз. Біріншіден, тәжірибелі аспаздар мен технологтардың айтуынша, туралған немесе теркадан ет тартқыштан өткен пияздың соғы ет талшықтарын кәдімгідей жұмсартады деседі. Пияздың соғында ұстау уақыты 2 сағат. Ал екінші, кәдімгі горчица. Ұнтақталған немесе сүйік горчица етіңізді жұмсартып қана қоймай, оған пикант ароматы мен ерекше дәм береді екен. Горчицада ұстау мерзімі 1/2 сағат. Ал үшінші, жеміс шырындары, лимон, гранат, киви соғы. Бұл соқтар өте жақсы жұмсартқыш дейді мамандар. Тек ұзақ уақыт ұстап қойсаңыз, етіңіз резинаға айналып кетеді деседі. Сонымен қатар мамандар 40 қабаттың немесе қиярдың рассолында жоғары бағалап кеңес береді. Ет талшықтарын рассолмен жұмсартқан жағдайда тұздаудың қажеті жоқ екенін алға тартады. Ал бірнеше жылдық тәжірибесі бар аспаздар минералды суды бірінші орынға қойып отыр. Олардың айтуынша, бұл минералды сулар ет талшықтарын жұмсартумен қатар, оның тығыздығын да жояды деседі. Дәріханаларда сатылатын емдік қасиеті бар. Мысалы, эсентуки, боржоми сияқты минералды суларды қолдануға кеңес береді. Ал алтыншы, крахмал мен ақуыз. Туралған етке сәл су құйып жіберіп, жұмыртқаның ақуызы мен крахмалды салып араластырып 25 минуттан соң қуырсаңыз, көзді ашып жұмғанша етіңіз өте жұмсақ болып қуырылады. Ал жетінші, айран мен жұмсарту. Ет талшықтарын ашытылған сүт өнімдерімен маринаттау бұл жоғарыда айтылған минералды сулармен пара-пар деседі аспаздар мен технологтар. Ал 8-ші, соя тұздығы, соевый соус. Бұл соуспен маринатталған ет өзінің иісі, дәмі, тіпті түсімен де ерекшеленеді деседі. Осы айтылған 8 түрлі жолдың ішінен өзіңізге жақынын таңдап аларсыз. Айтпақшы, тағы бір маңызды ақпарат. Суға асатын еттен басқа, қуыруға жоспарлаған етіңізді ешқашан алдын ала тұздамаңыз. Өйткені, тұз ет талшықтарындағы ылғалды жойып, етті кептіріп, қатайтатынын есте ұстаңыз. Біздің ақпарат сізге пайдалы болды деген үміттемін. Арнамызға жазылып, комментарий бөліміне өз способыңызды жаза кетіңіз. Сіз білгенді басқалар да біле жүрсін. Дендеріңіз сау, астарыңыз дәмді болсын.